Ахмет Байтұрсынұлы тіл құралы еңбегі қалам қайраткерлері жайынан. Орынборға шақырылған қазақ қайраткерлерінің съез емес, жай ғана кеңес түрінде өткен болатын. Кеңес дейтін себебіміз съезге жиналған қауымның саны небәрі 3-ақ адамнан құралған. Келмеу себептерін түрлі жоруға болады. Енді бірі қаражаттың жоғын алға тартса, енді біреулері Жүсіпбек Жолдас айтқандай съезді қажетсіз деушілердің бірі болды. Ал үшіншілері Орынбор қаласындағы қараңғы үйден жаман қорқатындары себеп болған. Бұл себептердің ішіндегі ең қолайлысы деп соңғы 2 себепті алсақ та жарайды. Съезге келуге ынталы адамдар болса, қаржы да съезді өткізетін орында табылады. Мұндағы бар себеп жай ғана келуге ынталы адамның болмағандығында. Сонымен қазақ қалам қайраткерлері деген кімдер? Бұлар әбден орыстың езгісінде болғандар, таяғын жегендер, қазақтың жоғын жоқтап, мұңын мұңдап жүрген азаматтар. Қазақ қалам қайраткерлерінің басым көпшілігі октябрь өзгерісінен кейін жасқанып қалған болатын. Бұлардың ішінде қазаққа жаны ашқандардың саны аз емес болатын. Дегенмен де қазаққа жаны ашқан қазақтың саны саусақпен санарлықтай еді. Оның ішінде оқығандары, хат танитындары тіптен сирек кездесетін. Қаламгер ол бұралқы ит емес. Егер қаламгерге үндемей қалу немесе қаймықпай көкейдегісін айту таңдау берілетін болса, қаймықпай қасқайып тұрып ойындағысын айтуды таңдар еді. Сондағы қаламгердің айтқысы келетіні бізге қазақты қазақ деп бөлу еді. Не үшін қазақты қазақ деп бөлеміз? Себебі қазақты жеке қазақ қылып қалыптастыру үшін ең алдымен бізге мәдениет керек дейді. Қазақты қазақ деп бөлудегі басты мақсаттары олардың жеке ұлт болып біздің қалыптасуымыз. Бұған мысал үнділер мен Англияны алатын болсақ, үндістердің халық саны 200 миллиондай, ал Англиядағы халық саны 50 миллион. Осы 50 миллиондық халық санымен олар қалайша 200 миллиондық халықты боданында ұстап отыр? Бұл жерде қарапайым ғана, яғни бұлардың мәдениетінің толық қалыптаспауы. Біздің қалам қайраткерлеріміздің де айтқысы келгені осы. Қазақ басқа ұлттармен теңдесу үшін оған мәдениет қалыптастыруымыз керек. Мәдениетіміздің арқасында басқа ұлттармен тепе-теңдікте өмір сүре аламыз. Қазақтың теңдікке жетуі тек қана мәдениеттің күшінде. Біз бағанадан бері айтқан болатынбыз, мәдениетке біздің оқу ағартуымыз, өнер біліміміз, көзіміздің ашық, көкірегіміздің ояу болуы осы мәдениетке жатқыздық, иә. Енді қараңыздар, бұл жерде біз Бергут үшбұрышын жасай аламыз. Яғни оқу ағартудан өнер білімнен біздің мәдениетіміз қалыптасады. Өнер білім бізге табиғатпен берілмейді. Оны оқу керек, үйрену керек, іздену керек. Сонымен қорыта айтатын болсақ, қалам қайраткерлерінің де басты мақсаты осы болатын. Қазақтың мәдениетін қалыптастыру арқылы басқа ұлттармен тепе-тең дәрежеде өмір сүру еді. Осы мәдениетіміздің арқасында біздер басқа елдермен тең дәрежеде бәсекелестікке түсе аламыз.